Ассалаумағалейкум достар, сізбен бірге мен Нурик ТВ достар. Бүгін біздер скрипт дегенді білетіндер болса, бұны көрмей қоюларыңызға болады. Бүгін біз скриптті үйрететін боламыз. Бірінші 3 точка болады, соны басамыз. Скрипт приложить дегенді басамыз да, бір жаттың үстін басамыз да, готовты басамыз. Ол жоқ болып кетеді. Сосын 3 точканы басып, ең астындағысын бассаңыздар, сол алдарыңыздан шығады. Ал WhatsApp туралы болғанда, WhatsApp'тан бір достарыңыз сіздерге жазай береді. Мысалы, сол кезінде қалай оның бәрін тез өшіруге болады. Мысалы, қазір мен өзім достарым жаза беретін группамды тауып алайын. Достар, тауып алғанда кездесеміз, күте тұрыңыздар. Достар, ол группаны таппадым, сол үшін группашы өтірік жазамыз. Міне, өйтіп жазылып тұрады. Мысалы, солардың бәрін 1 сағат бүйтіп өшіріп тұрмай қойсаңыздар болады. Себебі 3 точканы басасыздар, және еще дегенді басасыздар, и очистить чат, және эксприт чат деп тұрады. Екеуінің біреуін де баса бересіздер. Екеуінің біреуін басасыздар. Мен очистить чатты басам, сосын очистить дегенді бассам, өйтіп шығып кетеді достар. Және де тағы бір идея айтайын. Ол қазір достар, ол қандай идея екенін айтамын. Достар, сіздерде стикер жоқ болса, сіз плюс дегенді басып көріңіздер. Және оң қапта, сол қапталарында міне мынандай стикерлер топ тұрады, және загрузканы бассаңыздар, стикерлер сізге қосылады. Ал мен баспаймын, себебі менің памятім кетеді. Достар, бүгін сіздермен болған бұл мен Нурик ТВ, хакер, пока-пока.